Кайырлуу күн достар. Бүгүн мен сиздермен осындай ерекше нанны, көрүнүшү ерекше, бирактан да жасалуу өтө карапайым нанның рецептинен бөлүшөтүн боламын. Менен бирге жасап көрүңүздөр. Жасалуу жолу оңай және тез. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: жылы сүт, тұз, қант және аштықы. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жақсылап нанымыздың басын біріктіріп, 5 минуттай қамырды илеуіміз керек. Содан соң бір қасық сары майымызды қосып, тағы да илеп, бетін жауып, 40 минут немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Менде нан 40 минут тұрды. Енді нанымызды формалауға көшеміз. Нанымызды алып, қолдың көмегімен немесе оқтаумен осылай жаямыз. Нан жұмсақ болғандықтан мен қолмен жайдым. Сосын осындай формаларға кесеміз. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. Алдын ала сырды кубиктап турап дайындап қойдым. Сырларымызды аламыз. Әр бөлшек нанымызға бір-бір түйір сырдан салып, осындай шариктер жасаймыз. Нандарымыз дайын болды. Дайын болған нандарды енді ыдысқа пергамент қағазын төсеп, нандарымызды орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің көрінісі ерекше, бірақ жасалуы өте қарапайым жеңіл нанымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Балаларға қатты ұнады. Ас болсын. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the morning.